Бүгін сіздермен хрустящие куриные ножки дайындайық. Ол үшін куриные ножкиді жуып алып, қағаз сүлгімен құрғатамыз. Сүйекке дейін 3-4 жерден кесеміз. Чеснокты турап саламыз. Содан кейін лимон шырынын қосамыз. Менде болған жоқ, сондықтан қоспадым. Тұз себеміз. Қара бұрыш. Қызыл бұрыш. Итальянские травы. Зәйтүн майын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, 1-2 сағатқа маринадтауға қалдырамыз. Әрбір ножкиді нан үгінділеріне қалың етіп, пергаментке саламыз. Маринадтың қалған бөлігін құямыз. 25 минут бойы 200 градус духовкада пісіреміз.